дейміз, қажылық дейміз, иә? Үлкен қажылық бар, кіші қажылық бар. Шыны керек, елдің бәрін қайда жүретіндерін біліп отыратын болды қазір. Қолдарының телефон, сол Харам мешітте де Кағбаның жанында тұрып өздерінің селфи түсіріп жіберіп жатыр қайда-қайда. Міне Харам мешітте айналып жүрмін. Міне Сафа Марвада жүрмін. Міне Арафатта тұрмын, қарасыңдаршы деп, мына жақтан адамдар оны қарап. Бірақ бауырлар, ол өте сақ болатын мәселе екен да, ол құлшылық қылатын орнына құлшылықпен айналысу керек. Телефон уақытында телефон айналысу керек. Кітапта мынандай мәселе келіпті, екі адамның мысалын келтіреді. Біреуі сондай қажылыққа бара алмаған адам. Қалып қойды, себептер бар. Екіншісі кеткен адам дейді. Қағбада бүткіл денесімен асылып тұр дейді. Екеуінің деңгейін екі түрлі қылып берген сол кітапта. Бара алмаған адамның сауабы анадан көп болып жатыр дейді, мына жақта жүрсе де. Не үшін десе, ана адам барып алып Қағбада асылып тұрса да, ойы мына жақта. Бизнесін ойлап жатыр. Басқа мәселе ой осы жақта. Денесі бірақ жақта Қағбада асылып тұр осайдан. Сыртқы көрінісін қарасаңыздар, машалла, қызғас, керемет, мынау Қағбаның денесімен осы доғап тұрған адам екен ғой деп. Ал бара алмаған кісі дейді, мына жақта саудада тұр дейді. Алып жатыр, сатып жатыр бірдеңемен. Сыртқы көрінісін не істеп жатыр сұрасаңыз, саудамен айналысып жатыр деп айтасың дейді. Бірақ жүрек ар жақта. Жүрек сол Қағбада жүр, сол жерлестерімен бірге жүр. Сол адам дейді, мына жақта сауда істеп тұрса да, былай. Оның сауабы ана күннен де жоғары болып кетеді деп келеді кітапта. Неге екеуінің ниеттері әртүрлі болғандықтан? Анау Алланы былай еске алып жатыр. Анау еске алмастан денесімен ғана жаңағыдай әдетке айналдырған бір амал жасап тұрған адамдар секілді дейді.